Сәлеметсің бе оқушым? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабақта сен болымды және болымсыз етістіктер туралы алған білімдерімізді түрлі жаттығулар орындау арқылы одан әрі шыңдайтын боласың. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аудар. Тапсырманы орындай отырып, болымды және болымсыз етістік туралы алдыңғы сабақта алған біліміңді тиянақта. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаларды жазып, болымды етістіктің астын 1, болымсыз етістіктің астын 2 рет сыз. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар, сауатты көркем жаз. Ендеше өз жауабыңды тексеріп көр. Талпынамын, тойлаймын, талабымды жоймаймын, ұлы мақсат шыңына шықпай әсте қоймаймын. Болымды етістіктер, болымсыз етістіктерді таптың деп ойлаймын. Жарайсың, керемет. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. 55-ші бетті ашып, 32-ші жаттығуды қара. Өлеңді мәнерлеп оқып, авторын тап, және ол туралы не білесің, сұрақтарға жауап бер. Өлеңді көшіріп жазып, болымсыз етістіктердің астын сыз. Ғылым таппай, мақтанба, орын таппай, баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар, сауатты көркем жаз. Жарайсың, әрине, бұл өлеңнің авторы Абай Құнанбайұлы. Абай атамыз туралы біз өте көп мәлімет білеміз. Ал өлеңдегі болымсыз етістіктер мақтанба, баптанба, шаттанба. Сенің де жауабың дәл осылай деп ойлаймын. Жарайсың, керемет. Өте жақсы. Енді оқушым 56-ші бетті ашып, 33-ші жаттығуға назар аудар. Сызба бойынша сипаттау мәтінін құрап жазып, болымды болымсыз етістіктердің айырмашылығын тауып көр. Енді оқушым жауабыңды тексеріп көр. Өзің құраған мәтінмен салыстырып көр. Ұсынылатын мәтіннің жобасы міне мынадай. Досқа тілек. Достым, әрқашан өзіңе сенімді бол. Сен ешқашан қорқақ, қатыгез, өтірікші, әдепсіз, тәртіпсіз болма. Керісінше, сенің бойыңнан шыншылдықты, әдептілікті, мейірімділікті көрейін. Сен менің тәртіпті, өжет досым бол. Сенің де жауабың осыған ұқсас деп ойлаймын. Жарайсың, керемет, өте жақсы. Енді оқушым 4-ші тапсырманы орындап көрейік. Шашылған пазылдарды дұрыс құрастырып, мақалды оқып көр. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар. Сауатты көркем жаз. Ал енді өз жауабыңды тексеріп көр. Өткен іске өкінбе. Керемет сөз, я? Келісеміз бе, балалар? Сенің де жауабың дәл осылай шықты деп ойлаймын. Өте жақсы, жарайсың. Енді оқушым, бүгінгі сабақтан алған өз әсеріңді мұғалімге кері байланыс арқылы жібер. Ал үйге тапсырма 34-ші жаттығу. Мақалды жаттап, мағынасын түсіндіріп бер.
Жарайсың, бүгінгі сабаққа қатысқаныңа өте ризамын. Сау бол.